Барлықтарыңызға қайырлы күн, достар. Бүгін осындай жаңа жылдық ерекше оформлениемен жасалатын торт дайындайтын боламыз. Өте дәмді болып шығады, әрі ерекше торт болып шығады. Видеоның соңына дейін қарап, лайк қойып, тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Міне, арасы да осындай болып шығады. Мен тапсырысқа заварной креммен жасадым. Арасына кез келген крем қоссаңыздар болады. Ең алдымен мына жерде менде сухой ингредиенттерді араластырып аламыз. ұн, какао және қопсытқышты араластырып қойып қоямыз. Енді мына жерде менде кефир, айранымызға краситель қосып аламыз, пищевой краситель. Бұны да араластырып қойып қоямыз. Красный бархат торттың рецептіне өте ұқсас. Тек бұл жерде біздің пищевой красителіміз жасыл түсті болады. Не араластырып алдық. Енді бөлек ыдысымызға жұмыртқаны салып, үстіне шекерімізді салып, миксермен жақсылап араластырамыз. Үлкен пышный масса шығарудың қажеті жоқ. Осы араластырып аламыз. Енді үстіне сұйық майымызды құямыз. Сұйық майды да миксермен араластырып аламын. Мен біршама бір келкі етіп. Міне, енді үстіне біз айранды құямыз. Айранымыз толықтай құйып алып, тағы да миксермен бір келкі етіп миксерлейміз. Мына жерде қазір ашық түсті болып тұр, бірақ біз какаоны ұнды қосқаннан кейін біздің жаңағы тестамыздың цветі өзгереді. Түсі жасыл түске енеді, қанық жасыл болады. Міне осындай цвет болады. Ұнымызды екі бөлікке бөліп, осылай електің көмегімен салып аламыз. Миксермен жақсылап араластырамыз. Біздің тестамыз дайын. Енді бірдей етіп 3 бөлікке бөлеміз. Әрқайсысын қызып тұрған духовкада 10-15 минутта пісіріп аламыз. 180 градуста. Оған дейін мен заварной кремді дайындаймын. Мына жерде сүтке бір дана жұмыртқа қосамыз. Оның үстіне шекерді және крахмалды салып, венчикпен жақсылап араластырып аламыз. Крахмал. Бұл тортқа менде арасына именно осы заварной крем заказ берді. Сол себеппен заварной креммен жасадым. Ал егер сіздер қаласаңыздар, творожный крем, кез келген кремді қолдансаңыздар болады. Өйткені бұл торттың қорыштары өте жұмсақ болып шығады. Міне араластырып барлығын отта, орташа отта, үнемі араластырып отырып, қоюланғанша қайнатып аламыз. Не осындай қою масса шығуы қажет. Енді үстіне сармайды саламыз. Осылай ыстық күйінше сала беріңіздер, сармайымыз тез еріп, жақсы араласады. Қалауларыңызбен ванилин қоссаңыздар да болады. Не жақсылап араластырып алдық. Енді осылай бетін жақсылап, пищевой пленкамен жауып, холодильникте не болмаса бөлме температурасында толықтай суытып аламыз. Оған дейін енді мына жерде ең қызық рецепт сіздерге айтатыным. Ақ шоколадты водяной баняда ертіп аламыз. Қазір біз осыдан елкалар жасайтын боламыз. Міне пищевой красителімізді қосамыз, жасыл түсті. Жақсылап араластырып аламыз. Міне осындай түс болуы қажет. Енді бұдан қазір біз шыршалар жасайтын боламыз. Осылай мен секілді алдын ала сызып алсаңыздар да болады. Немесе өздеріңіз шамалап
шыршаның формасы секілді етіп осылай насадканың көмегімен пергамент қағазға жайғастырамыз. Үстін енді осындай конфеттермен әсемдейміз. Өте оңай, бізде шоколадный шыршалар шығады. Қатып қалмай жатып, осылай барлық конфеттерімізді қойып алуымыз қажет. Енді біз бұны тоңазғышта бір кішкене 5-10 минут ұстасақ жеткілікті. Біздің шоколадтарымыз қатуы қажет. Мына жерде корждарым пісті, 3 бөлікке бірдей етіп бөліп алдым мен. Енді бізге тек тортымызды жинау ғана қалды. Менің ең сүйіктісімнің бірі бұл. Тортымызды жинаймыз. Қалғанын дәл видеода көрсетілгендей жасасаңыздар болады. Өте дәмді болып шығады. Қызыл мақпал тортының коржы болып шығады. Дәмі өте